достар, мен Серік Асомұратпын. Лев Толстой атындағы орта мектебінің 4-ші сынып оқушысымын. Мен кітап оқығанды жақсы көремін. Әсіресе ертегілер мен балаларға арналған шығармаларды. Менің ең сүйікті кітабым балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» әңгімесі. Ояқта басты кейіпкер Қожа есімді оқушы, мектеп оқушысы. Ол баладан үлгі алатын жақсы қасиеттер өте көп. Мысалы, достыққа адал, мейірімді, батыл және шыншыл. Бірақ ол басқаларға еріп, Сұлтан деген досыма еріп, жаман қылықтар жасайды, сабақтан қашып кету деген сияқты. Жалпы шығарма жақсы болып шыққан. Достар, мен сіздерге осы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» әңгімесін оқуға кеңес